тез жылдам жағын айта алмаймын, бірақ жалпы мен тапқан 4 нәрсем бар. Ережем бұл жетістікке жету үшін. Бірінші ол әрекет саны. Әрекет санын көбейту керек. Неге? Өйткені мені қараңыздар, бұл өмірде кездейсоқтық деген бар. Случайность дейді ғой, кездейсоқтық, иә? Неғұрлым жақын адамға жақын нәрселер кездейсоқ болады. Мысалы, егер мен бір пост жазайыншы, пост жазам, ол постның жақсы, жаман болатын мен білмеймін. Қанша лайк болатын мен білмеймін. Қанша коммент болатын мен білмеймін. Солай ғой? Ол жазбастан бұрын 100% кездейсоқтық. 100% емес енді 70-80% кездейсоқтық. Білмеймін, аудиторияға ұнай ма, ұнамайтын. Солай ғой? Кездейсоқтықпен басқару мүмкін емес кездейсоқтықты. Сондықтан бұл кездейсоқтықты жеңу үшін не істеу керек? Ол үшін сен үлкен цифрлардың заңын өз неңе алып алуың керек, қолдануың керек. Өз ұпайыңа өзіңе қарай. Немесе статистикалық заңдарды. Аналитика. Ол үшін жоқ, аналитика емес. Ол үшін сен күнделікті түрде пост жазып отыруың керек. Рабочий механизм табу үшін егер сен мысалы бір пост жазсаң 100 адамның ішінде қанша адамға ұнайтын мен білмеймін. Бірақ мен егер 100 пост жазсам, онда қанша адамға ұнайтын мен примерно білемін. Сол сөйтіп статистика жинайсыңдар. Сондықтан әрекет бірінші шарты ол әрекет жасай беру керек. Әртүрлі әрекет. Әрекеттің бір қасиеті бар. Әрекет әртүрлі болу керек. Өйткені бірдей әрекет жасап, әртүрлі нәтиже күту ол жындылықтың белгісі. Енді ол ереже. Сондықтан әрекет әртүрлі болу керек. Ол бір әрекет саны. Екінші, ол өзіңнің тиімділігің. Міндетті түрде сен тиімді болмасаң, сен ешқандай жетістікке жете алмайсың. Тиімді болу ол міндет. Жаңа тиімділігіңді күн сайын өсіріп отыруың керек. Үшінші нәрсе ол қоршаған ортаң. Окружение. Орта. Өйткені сен ауылда тұрып, немесе класстастарымен жүріп жоғары талпынсаң, олар сені артқа тартып отырады. Туысқандардың өзі артқа тартып отырады. Өйткені олар сенің тәуекелді алуға, мойныңа тәуекел алуға қарсы, өйткені ол сенің жақсылығын тілейді. Ол жамандық тілегеннен емес. Ол ойлайды, қазір бәлеге ұшырап қаласың сен. Сен ол тәуекелді басқара аласың ба, басқара алмайсың ба? Сенің біліктілігің жетіп жатыр ма, жетпей ме, ол білмейді ғой. Сондықтан олардың шаруасы неде? Ол сені қорғап қалу. Ал мына көше немесе достарың, олар әрине сенен айырылмау. Сондықтан қайтесің сен, күледі сен, не блогер болып кеткенсің бе, сен не болып кеткенсің бе? Сондықтан мына ортаны өзгерту керек. Ол үшінші. Төртінші ол сәттілік. Адамға сәт түссе, не адамның бағы түссе, қазақтар айтады ғой, түйедей, не дейді, талантын бергенше, талап бергенше, бармақтай бақ бер дейді. Бармақтай бақ бер деген сол ғой. Сондықтан бақ болу керек. Ал енді бақтың өзінің екі түрі бар. Біреуі тап-таза кездейсоқ бақ. Ол әр адамға әртүрлі беріледі, оны ешкім білмейді, ол бір Алланың өзінің несі. Ал екінші ол заңдылық бақ деймін, немесе кездейсоқ сәттілік емес, ол статистикалық заңды қолданғанда бәрібір бір жерге ұра берсең, бәрібір артында сен сәтті нелерді табасың. Ана Джеки Чан айтты ғой, великим стать несложно дейді, надо заниматься долго одним делом дейді. Сол сияқты ғой, сондықтан ол жетістікке жету, мен өзім шығарған 4 ережем бар, бірақ айтып отырмын ғой, бұл жерде бұл менің ережелерім, бірақ енді бұл 4-еусіз сен ешқандай жетістікке жете алмайсың. Бұны міндетті түрде білуің керек. Ал енді бұл жерде жетістікке жету адам салмақ тастаумен бірдей ғой. Адамдардың бәрі мына салмақ тастау ережелерін дейді интернетте, бірақ салмақ тастау ережелері оп-оңай ашық қой, бәрі біледі ғой. Бірақ ешкім онымен айналысқысы келмейді, өйткені ол тез емес, жылдам емес, және ол қиын. Ал бәрінің іздейтіні жеңіл түрі және тез, жылдам түрі.